кеше кеттік. Барлығының бағасы соңында қанша болған көрсететін болам. Бізде ең бірінші осындай шоколадный печенье, және де екінші сюрприз вафли. Сонымен біздің үшінші затымыз ол банан. Қызыма жеуге 2 пакет банан алған болатынмын. Сондай-ақ біздің ендігі жатымыз ол виноград. Дәмі керемет екен. Ендігі көрсететін затым ол бізде альпени және твикс шоколадтары. Сосын хрустим, керешки, сухарики. Барлығыңызға ұнайтын шығар. Және де бізде мынау кетчуп мен әдейі үлкен түрін алдым. Сондай-ақ міне фанта 2 литрлік. Сосын тағы бір альпени. Және де ол бізде барбарис кәмпит болды. Міне. Ал енді соңғы затымыз ол гарила. Бізде осы заттардың барлығы қанша болғанын мен қазір чекте көрсететін болам. Арзан ба, қымбат па, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Міне, сау болыңыздар. Болды. Ортаға. Ортаға. Сәл жоғары көтер. Пакет алыпсыз. Ноғат ішіндегісін ашсай. Екінші пакетті көрсетіп Ана шақа ғой, ана шақа. Достар, бәріңізге сәлем. Бізде бүгін магнумнан алған үйге керекті шағын продуктыға распаковка. Бізде ең бірінші осындай фанта. Ал екінші зат ол бізде осындай тропический сок. Достар, менің арнама жазылып, қолдап лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Үшінші зат бізде ол осындай бруни деген мини бисквиттар. Дәмі өте керемет екен. Одан кейін біздегі пакеттегі келесі зат ол осындай грези чипсилары паприка дәммен. Ал бізде видеодағы келесі зат ол осындай джин деген семечки. Ал біздегі ендігі кезектегі зат ол осындай банандар. Пакеттегі соңғы затымыз осындай пончик. Енді келесі пакетке көшетін болсақ, келесі пакеттегі алғашқы затымыз ол осындай гречневый каша детский. Пакеттегі екінші пакеттегі соңғы затымыз ол бізде осындай иуфен. Достар, каналымды қолдап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше сау болыңыздар.
Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода мен үйге алған және қызыма алған заттармен бөлісетін боламын. Менің видеом басталмас бұрын арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, колокольчикті басып отыруларыңызды сұраймын. Ендеше видеоны бастайық. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен осындай 2 түрлі йогурт, қызыма овсяный каша және печенье алдым. Сосын біздегі келесі зат ол яблочный осындай сок. Сосын қызыма керекті заттың бірі ол осындай груш алдым. Қызыма осылай үйден пюре жасап беремін. Табиғи өнім пайдалы болғандықтан қызым сүйсініп жеп алады. Содан кейін келесі зат ол менде пакеттегі осындай банан. Бұл тоже қызыма менің. Одан кейінгі зат ол осындай бізге обычный чим-чим салатқа қосатын. Салатқа керек болады. Содан кейін бізде ол осындай дизи. И пакеттегі соңғы зат ол бізде осындай рис. Күріш яғни. Міне осы мен продукты